Достар, сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, баршаңызға Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бізде бүгін Райхан құрбымыздың үйінде ауызашар. Райхан, шақырғаныңа көп рахмет, Алла разы болсын. Бұл бізде түнгі шәй, яғни сарқытпен шәй деп аталады. Ата-енеміз тойдан келді, сарқытпен қазір шәй ішем. Қайырлы күн, бізде бүгін келесі күн, менде дайындық жүріп жатыр. Яғни ауызашар береміз кешке, Алла қаласа, үлкендердің басын қосып. Соған мен дайындықты бастап кеттім. Негізі түнде пісіруім керек болған, онымен шаршап ұйықтап қалыппын. Сонымен бүгін енді таңғы шайымызды ішіп алып, шаруама кірістім. Баршаңызға сәтті күн болсын. Бізде әдеттегідей бірінші 5 бармақ ауыз ашып алғаннан кейін тамақ жейміз, сосын шайға отырамыз. Еттің дастарханын дайындап қойдым. Қазір көже, компоттарымды әкелетін боламын. Ауызды ашып алдық. Енді қазір шай ішеміз. Шайымның дастарханы дайын. Баршаңызға ас болсын. Аллаға шүкір, қонақтарымды көңілімдегідей күтіп шығарып салдым. Ендігі кезек ас үйде. Барлығым мені күтіп тұр, напасудалар. Қазір балаларды ұйықтатып,
ас үйімді реттеп сосын мен де ұйықтайтын болам. Бүгінгі блогым осымен тәмам. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.